Бүгінгі біздің Уәлиханов ауданында ұйымдастырып жатқан семинардың бірыңғай тестілеуге дайындаудың жолдары туралы біздің әріптестер өз тәжірибесімен бөліседі. Біздің ауданда бұл семинардың ұйымдастыруының өзіндік себебі бар. Біздің аудан соңғы жылдары жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтиже көрсетіп, сол себепте біздің ауданда ұйымдастырылып жатыр. Енді бүгінгі семинарда әріптестеріміз өздерінің іс тәжірибелерін, әдіс тәсілдерін, тиімді жолдарын әріптестермен бөлісетін болады. Барлық әріптестерге сәттілік тілеймін. Сегодня принимаю участие в областном семинаре по подготовке к ЕНТ в третьей секции предмета истории Казахстана. Вы все, как знаете, история Казахстана является основным предметом на ЕНТ. На сегодняшний день наши ученики имеют большой интерес к этому предмету. Чтобы повысить качество на ЕНТ именно предмет истории Казахстана, мы сегодня все собрались. Программа очень у нас актуальна, очень интересна. И всем участникам желаю плодотворной работы. Кішкенекөл мектеп гимназиясының ұстаздары өздерінің бар білімдерімен, тәжірибелерімен бөлісуде. Жалпы оқушыларды ОБТ-ға қалай дайындау керектігі, қандай әдіс тәсілдер қолдану керектігін барлығын айтып көрсетіп тәжірибе алмасудамыз. Ана жылғы көрсеткіш бойынша мектептен 18 түлек мектепті аяқтап шыққан. 18 түлектің 18-і 100 ұпай алып жоғары оқу орындарына түсіп, солардың ішінен 3 оқушы шет елдерде оқып жатыр. Бұл мектеп ұстаздарының, мектеп директорының, жалпы ұжымның атқарған жұмысы деп білемін. Бүгінгі семинар үшін көптен көп рахмет әріптестеріме. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан облыстық семинар жоғары деңгейде жан-жақты өтіп жатыр. Семинарға Петропавл қаласынан, Тайыншы, Ғабит Мүсірепов, Ақжар аудандарынан көптеген әріптестеріміз келіп жатыр. Осы әріптестерімізден бүгін ОБТ-ға оқушыларды қалай дайындаймыз, қандай әдіс тәсілдермен жұмыс істейтінімізден бөлісіп жатырмыз. Нәтижелер қандай екенін айтып жатырмыз. Нәтижеге жету үшін қандай жоспарлар, жүйе, ретті керектігі туралы бөлісіп жатырмыз. Қатысушы мұғалімдер көкейтесер сұрақтары болса, бізге қойып, соған жауап алып жатыр. Және де бүгінгі таңда ұстаздардың алдында қойған үлкен жауапкершілік, ол әрбір баланы біздер жеке тұлға етіп қалыптастыру, өмірде өз орнын табуға бақыттау деп ойлаймын. ОБТ-ға дайындық кезінде жағдаяттық есептерді шығару. Осы тақырып бойынша мен тест бойынша айттым, қандай жағдаяттық есептер бар. Осы оқушыларды жетістікке жеткізу үшін қандай мен әдіс тәсілдерді қолданамыз. Және есептер шығару барысында неге назар аудару керек? Балалардың ең бірінші нәтижелі ОБТ тапсыру үшін ең бірінші оқушыларға физика пәніне деген қызығушылықты арттыру керек.